Жазира ауылда өскен, момын, тәрбиелі қыз еді. Жас күннен бастап үйдің тіршілігіне араласып, анасына қолғанат болып өскен. Үйдің ортаншы қызы болса да, үлкендердің сөзін жерге тастамайтын, кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсетіп жүретін. Оның арманы өз шаңырағында, өз ошағында бақытты болу еді. Көп ұзамай тағдыр оны Әлшер есімді жігітпен жолықтырды. Әлшер қалада өскен, жоғары білім алған, мәдениетті, салмақты жігіт. Екеуі бір-бірін бірден ұнатып, көп ұзамай үйленуге бел буды. Ата-аналары келісіп, үлкен той өтті. Тойдан соң Жазира жаңа өмірге қадам басып, Әлшердің ата-анасының үйіне келін боп түсті. Жазираның үлкен үйге алғаш қадам басқан сәті әлі есінде. Алдынан енесі мен атасы ақ батасын беріп, жылы жүзбен қарсы алды. Әлшердің шешесі Айман апай сабырлы, ақылгөй кісі. Ал атасы Бекен аға бұрын мұғалім болған, сөз қадірін білетін ақсақал. Бірақ бұл үйде Жазираны бір адам ғана жатырқай қарсы алды. Ол қайынапасы Гүлназ еді. Гүлназ Әлшердің туған әпкесі. Бір кезде тұрмыс құрған, бірақ жолдасымен тіл табыса алмай, ажырасып, баласыз оралған. Қазір ата-анасының үйінде тұрады. Жұмыс істейді, бірақ кешке үнемі үйде болады. Мінезі ауыр, бетке айтатын, шапшаң сөйлейтін адам. Жазира алғаш рет Гүлназбен жүздескенде ақ оның суық көзқарасын сезді. Бір сәтке де күлімдеген жоқ, қысқа амандасып өтіп кетті. Жазира бұған мән бермеуге тырысты. Жаңа келінмін ғой, үйренісе жатармыз деп ойлады. Келіннің алғашқы күндері өте жауапты болатын. Ол ерте тұрып, шай әзірледі, дастархан жайды. Енесі қасында жүріп көмектесті. Бірақ Гүлназ ас үйге кіре сала, сым көзбен қарап. Тұзды шай ішпейтін шығармыз, үміттенейік деп қабақ шытты. Жазира үндемеді. Іштей қысылып қалды. Бірақ сыр бермеді. Күн артынан күн өтті. Жазира күнде ас үй жинап, еден жуып, кір жуып, бар шаруаны істеді. Енесі риза. Атасы да. Келінім бәрін білетін қыз екен деп мақтап отыратын. Тек Гүлназ ғана бір сәтке де тыныштық бермейтін. Бірде келіннің киіміне тиісті. Қаланың келіні болсаң да киімің тым ауылға ұқсайды. Қалада бұлай кимейді деді. Жазира тағы үндемеді. Шыдап жүре берді. Ең қиыны Гүлназдың көзқарасы еді. Ол үнемі сынап қарайтын, бетіне күліп сөйлемейтін. Тіпті дастарханда да келінге тік қарамайтын. Бір күні кешкі аста отбасы түгел жиналды. Жазира өзі дайындаған лағманды дастарханға қойды. Енесі дәмін татып. Қызым, тамағың өте дәмді екен деді. Атасы да басын изеп. Қолың дерт көрмесін деді. Бірақ Гүлназ қасығын үстелге сарт еткізіп қойып. Ет піспей қалған. Ұзақ уақыт пісірмедің бе? Менің асқазаным бұндайды көтермейді деді де, орнынан тұрып кетті. Жазира тағынан талып қала жаздады. Кешке Әлшер келіннің жылап отырғанын көріп. Жаным, бұл Гүлназдың әдеті. Сен оған көңіл бөлме. Көптен бері ішіндегі ашуын кімге шығаруды білмей жүр деді. Жазира басын изеді. Бірақ ол үшін бұл жай ғана сын емес. Ол өзін осы үйдің бір мүшесі ретінде көргісі келді. Сол үшін барын салып жүр. Келесі күндері де Гүлназдың мінезі өзгермеді. Ол үнемі бір себеп табатын. Бірде шаң сүртпедің дейді, бірде ыдыс дұрыс жуылмаған деп кінә тағады. Жазира түнде жатып жылайды, бірақ таңертең тағы да күлімдеп тұрады. Себебі ол бұл үйге бақыт алып келуге келген келін. Жазира сол түні көпке дейін көз ілмеді. Қабағы қатулы Гүлназдың сөзі, бөлмесіне рұқсатсыз кірдің деп бажылдағаны бәрі құлағынан кетпеді. Күйеуінің жұбатуына қарамастан келін көңілі жабырқап жатты. Бірақ ол бәріне мойын сұнғысы келмеді. Ертеңіне Жазира күндегідей ерте тұрып, таңғы асқа қамданды. Бүгін жұма күні еді. Аптаның соңғы күні үйдің үлкендері мешітке дайындалатын. Сол күнгі шай дастарханы ерекше мол болды. Жазира нан жауып, бауырсақ пісіріп, сүт қатқан шай әзірледі. Бәрі дастархан басына жиналды. Атасы мен енесі разы көңілмен отырысты. Тек Гүлназ ғана асығыс түрмен кіріп келді. Бетіне опа жағып, шашын сәндеп алған. Бүгін жұмысқа ерте кетуі керек екен. Бірақ Жазира оны тоқтатып. Гүлназ апа, шай ішіп кетіңіз, бауырсақ ыстық деп ілтипатпен шақырды. Гүлназ шекесін тыжырайтып.
Мына майлыны жей берсең, беліңе май жиналады деп сарт еткізіп сөмкесін үстелге қойды. Қалада адамдар ондай тағамды жемейді. Диета деген бар, түсінесің бе? Жазира үнсіз бас изеді. Бірақ ішіндегі бір нәрсе қозғалғандай болды. Ол енді тек ұяң келін емес, өз орнын қорғауы керек екенін іштей түйсіне бастады. Кешке жақын отбасы тағы бір дастархан басына жиналды. Бұл жолы Жазира манты жасапты. Қамырын өзі илеп, ішінде өзі дайындаған. Енесі қайта-қайта мақтап отыр. Қызым, сенің қолыңнан дәм кетпейді екен. Қай анаң үйретсе де рахмет. Атасы да ризалықпен басын изеді. Бірақ дәл сол сәтте Гүлназ ауыз тимай. Қамыры қатты деді қысқа ғана. Сосын телефонын шұқылап, үндемей отыра берді. Жазира ештеме демеді. Бұрын бұндай кезде үнсіз қалатын. Бірақ енді ол тұншығып отырғанын сезді. Сол сәтте, егер ұнамаса жемеңіз деп сабырлы, бірақ анық үнмен жауап берді. Бөлмедегі үн тына қалды. Айман апай жалт қарады. Бекен аға жөткірініп қойды. Гүлназ болса алғаш рет тосылып қалды. Бір сәтке тілі байланып қалғандай болды. Бұл келіннен ондай жауап күтпеген. Не дедің? Деді ақырын, бірақ ішінде жалын бар үнмен. Мен ренжіткен болсам, кешіріңіз. Бірақ күнде жасаған еңбегімді аяқасты еткеніңіз жанымды ауыртады. Мен де адамын. Мен де сезем. Жазира орнынан тұрып кішіпейіл үнмен айтты. Осы сәттен бастап үйдің іші біразға дейін тынышталып қалды. Ол күнгі кеш ұзақ үнсіздікпен өтті. Түнде Әлішер әйелінің қасына келіп, сен бүгін мықты болдың деді. Мен шаршадым, Әлішер. Бірақ мен бұл үйде тек қызметші болып қалғым келмейді. Мен де осы отбасының мүшесімін. Мені де сыйлағанын қалаймын. Мен сені әрқашан қорғауға дайынмын. Тек сен бүк түсіп қалма. Сенің жүрегің бәрімізге жарық шашып тұр. Сол түні Жазираның түсіне туған ауылы кірді. Анасы күлген күйде. Қызым, сен мықтысың. Шыда, бірақ өзіңді жоғалтпа деп жатыр екен. Жазира таңертең оянып, айнаға қарағанда алғаш рет өзін басқа қырынан көрді. Енді ол жай ғана келін емес, өз орнын ақырындап қалыптастырып келе жатқан әйел еді. Жазира өзінің әлсіз емес екенін түсінді. Ол бұл үйге тағдырдың жазуымен емес, өз таңдауы арқылы келді. Әлішерді сүйіп қосылды. Бұл шаңыраққа мейірім, тыныштық әкелгісі келді. Бірақ бір адамның, Гүлназдың суық сөздері, сызды көзқарасы, күн сайын айтатын кекесіндері оның сабырын қажай берді. Бір күні Жазира енесімен шай үстінде отырды. Айман апайдың жүзі шаршаңқы көрінді. Қызым, шыныңды айтшы. Гүлназ сені мазалай ма? Деді ақырын. Жазира сәл кідіріп. Мазаламайды. Жай ғана менің әр ісім оған жақпайды. Ол өзі бала күннен тік мінез еді. Сені кінәлап жатқан жоқпын. Бірақ, Айман апай сөзін аяқтамай үнсіз қалды. Жазира оның жанында түсінді. Ана үшін екі баласының арасындағы мұндай суықтық жүрекке шаншу. Мама, мен жұмыс істегім келеді деді кенеттен Жазира. Айман апай аң-таң болып. Жұмыс? Иә, қаладан педагогикалық колледж бітіргенмін. Бір мектепке резюме бергенмін. Жауап келіп тұр. Бастауыш сынып мұғалімі керек екен. Айман апай біраз ойланып отырды да. Жазира, сенің орның тек ас үй емес. Өз жолың болғаны дұрыс. Бірақ бұл шешіміңе Гүлназ қалай қарайды, білмеймін. Жазира жай ғана. Ол менің өміріме жауапты емес қой. Сол сәтте ақ дәлізден Гүлназдың өкшесінің тақылы естілді. Ол үйге ашулы күйде кірді. Бөлмені басына көтеріп. Айтшы, неге менің киімімнің арасында біреу ақ көйлек іліп қойған? Бұл сенің ісің бе? Деп Жазираға баж етті. Жазира тыныш үнмен. Мен ештеңе ілген жоқпын. Бәлкім, кір жуғанда бір жерге ауысып кеткен шығар. Гүлназ дауысын көтеріп. Сен әдейі менің заттарыммен ойнағың келеді. Осы үйде бір тыныш күнім жоқ. Деді де бөлмесіне кіріп, есікті тарс жапты. Айман апай ауыр күрсініп. Қызым, біз бұл үйге сені ренжіту үшін емес, шырақ жағу үшін келін етіп түсірдік. Бірақ тағдыр бізге сынақты көп берген екен. Келесі күні Жазира алғаш рет жұмысқа шықты.
Ақ жейде, қара белдемше киіп, шашын жинап, жарқырап шықты. Әлішер көлігімен жеткізіп салды. Екеуі жол бойы үнсіз отырды. Сенің бұл шешімің дұрыс, деді Әлішер, бірақ сені үйде көру мен үшін әрдайым бақыт еді. Мен үйде отырып бәріне жағу үшін өмір сүрмеймін, деді Жазира, мен өзімді жоғалтып алғым келмейді. Жұмыс жақсы басталды. Мектеп директоры, әріптестер бәрі жылы қарсы алды. Балалармен жұмыс істеу Жазираның жанына тыныштық берді. Ол өзін бұрынғыдан да сенімді сезіне бастады. Бірақ бұл жаңалық Гүлназға жеткенде от тастай түсті. Кешкісін дастархан басында. Сонымен ханым жұмысқа да кіріп алыпты ғой. Керемет. Енді үй тіршілігімен кім айналысады? Деді тіксініп. Мен үлгерем, деді Жазира. Үлгерсең болды. Бірақ бұл үйде келіннің орны сыртта емес, деді Гүлназ, қаланың келіні болды екен деп, енді бәрімізге ақыл айтпақсың ба? Әлішер ашулы үнмен. Жетер енді, Гүлназ. Қашанғы осылай сөйлейсің? Бұрын соңды бұлай болмаған. Үй іші тып-тыныш қалды. Гүлназ селк еткендей болды. Айман апайды алғаш рет. Келін біздің қызымыз. Жұмыс десе дұрыс. Бәрімізге жақсы. Сен неге қашанда қарсың, Гүлназ? Деді. Сол түні Жазира енесі мен күйеуінің қолдауын сезініп, алғаш рет өз орнын тапқандай болды. Ол енді әлсіз келін емес еді. Ол ұстаз, ол жар, ол болашақ ана. Ең бастысы, ол өз қадірін сезіне бастаған әйел еді. Жазираның жұмысқа шыққанына 2 апта болған. Таңертең жұмысқа барып, кешке үйге келіп, барлық тірлігін үлгеріп жүр. Мектепте беделі артып, оқушыларға да, ұстаздарға да ұнап үлгерді. Енесі үй шаруасын бөлісіп көмектесіп жүрді. Бірақ бір адам, Гүлназ ғана, бұл өзгеріске көнгісі келмеді. Ол үшін Жазираның жарқырап жүруі өз өміріндегі сәтсіздіктерін еске салғандай. Бұрын өзі де жас болған, арманы болған, бірақ ажырасқаннан кейін өмірі ырғағын жоғалтқан. Енді сол жоғалған бақытын Жазирадан көріп, іштей қызғанышқа булығып жүрді. Бір кеште отбасы кешкі асқа жиналып отыр еді. Жазира жұмыстан шаршап келсе де, кешкі асты дайындап қойған. Үстелде қазы қарта, көкөністер, көжесі де бар. Атасы мен енесі тамаққа ризашылығын білдіріп отырды. Сол сәтте Гүлназ. Шаршап келіп, жай ғана сорпа іше салмайсыңдар ма? Өзіңді де, басқаны да қинап. Жазира бұл жолы үндемеді. Әлішер. Жазира үшін бұл қиын емес. Ол бәріне үлгереді. Үлгеретін шығарсыңдар әзірге, деді Гүлназ мұрын шүйіре. Жазира орнынан жай тұрып. Гүлназ апа, ашығын айтайын. Сіз неге мені жақтырмайсыз? Дастарханда үнсіздік орнады. Бұрын мұндайды ешкім күтпеген. Не? Деді Гүлназ таңдана. Сен менен мұны сұрап отырсың ба? Иә, мен шаршадым. Сіз мені келген күннен бастап сынап келесіз. Менің әр әрекетімді жоққа шығарасыз. Не істесем де жақпаймын. Мен сізге не істедім? Сен. Деді де Гүлназ тұншыға сөйледі. Сен менің орнымды тартып алдың. Орныңыз. Мен сіздің сіңліңіз болуға тырыстым. Сізге қарсы емеспін. Бірақ менің де жүрегім бар, мен де адаммын. Мені де түсініңіз. Сол сәтте Айман апай. Жетер, балалар. Бұл үй ұрыс алаңы емес. Біз бәріміз бір отбасы болуымыз керек, деп қатты сөйледі. Бекен аға да орнынан тұрып. Гүлназ, сен өзіңмен жұмыс істе. Келінге айтқан әр сөзің бізге ауыр. Сенің өкпең бар шығар, бірақ оны кінәсіз адамнан алма. Гүлназ жылап жіберді. Ол бірінші рет өз әлсіздігін мойындағандай болды. Мен бақытсызбын, деді ол. Бұл сөзді естігенде бәрі үнсіз қалды. Тіпті Жазира да. Кешкісін Жазира оның бөлмесіне кірді. Есікті жай жапты. Сіз жалғыз емессіз, апа. Мен сізге қарсы емеспін. Бірақ менің де өмірім бар. Мені түсінуге тырысыңыз. Гүлназ көзіне жас алып. Кешір. Мен сені өзімнің жоғалған бақытым сияқты көріппін. Саған ренжіп емес, өзіме ренжіп жүр екенмін. Жазира оның қолын ұстады. Екеуміз де әйелміз. Екеуміз де өмірден өз орнымызды іздеп келеміз.
Тек жау емес, жақын болайықшы. Кешкі үнсіз диалогтан кейін көп нәрсе өзгергендей болды. Гүлназ Жазираға бұрынғыдай шапшаң тиіспейтін болды. Екеуі бір дастархан басында отырып, ара-арасында сөз алмаса бастады. Бұл, бір қарағанда ұсақ өзгеріс, бірақ Жазира үшін үлкен жеңіс еді. Жазираның жүзі күннен күнге жайнап бара жатты. Жұмысына да, үй тіршілігіне де үлгеріп жүрді. Әлішер екеуінің арасы бұрынғыдан да жақындай түскен. Бір күні таңертең дәрігерге бірге барғаннан кейін, ол жаңалықты айтты. Әлішер. Иә. Мен ана болғалы жатырмын. Әлішердің көзінен жас ыршып шықты. Қатты құшақтап тіпті сөйлей алмай қалды. Бұл екеуі үшін шексіз бақыт еді. Үйге келген соң Жазира жаңалықты енесі мен атасына да айтты. Айман апай бірден бата жасап қуаныштан жылап қалды. Келінім, осы үйдің шырағы сенсің. Ал енді ұрпақ жалғастырасың. Бекен аға да батасын беріп, біздің тұқымның жалғасы сенің құрсағыңда жүр. Бұл үлкен аманат деді. Ал Гүлназ жаңалықты естігенде бір сәт үнсіз қалды. Ішінен әлдене бүріп өткенін сезді. Бірақ ол алғаш рет шын жүректен құтты болсын деді. Сол күннен кейін үйдің ішін мейірім толтырғандай болды. Гүлназ кешке анасымен Жазираға көмектесіп, ас үйге жиірек баратын болды. Бір күні кешкі шай үстінде Жазира, мен жақында психологқа жазылдым деді. Жақсы ой, деді Жазира. Іштегі көп нәрсені ашуым керек. Қанша уақыт бойы өз-өзіммен күресіп келіппін. Мен енді өзімді жазғым келеді. Жазира оны үнсіз тыңдап, жай ғана қолын үстіне қойды. Бұл бұрынғы жау емес, өмірден шаршап, өзін табуға ұмтылған әйел еді. Арада айлар өтті. Жазираның құрсағы білініп, үй іші толқыған күйде дайындала бастады. Бірақ дәл сол уақытта сырт көз, ағайын туыс, ауылдан келгендер арасында күбір-сыбыр көбейді. Қайын апасы ажырасып кеткен, енді келіні не болар екен? Қыз қалада жұмыс істейді екен. Бұлар келінді тым еркін жіберіп қойды. Қазіргілер анау-мынауға шыдамайды. Жазираға бұл сөздер енесі арқылы жетті. Айман апай екеуі кешкі шай үстінде сөйлесті. Қызым, жұрт аузын жауып болмайсың. Бірақ сен солар айтқан әйел емесің. Сен бізге шын келін болдың. Жазира. Мен күрестім, мама. Қашып кеткім келген күндерде болды. Бірақ осы үйге келгелі өзімді де, өмірді де басқа қырынан таныдым. Гүлназ да бұл сөздерді естіп, іштей ауыр қабылдады. Бірақ бұрынғыдай емес, енді қарсы соқтықпай, сабырмен қабылдай білді. Бір күні кешке отырып, өзіне өзі хат жазды. Хат соңында бір ғана сөйлем тұрды. Бақытты әйел болуы күрес. Бірақ бұл күресте мен енді жеңілуге емес, жеңуге лайықпын. Жазира босанды. Сәбидің дүниеге келгені бүкіл үйдің шуағын арттырды. Қариялардың көзіне жас үйірілді. Енесі немересін қолына алып, міне жаңа өмір басталды, деді. Гүлназ нәрестенің қолын ұстап тұрып, мен енді осы баланың нағыз әпкесі болғым келеді. Сенің де, сәбидің де қорғаны болам. Жазира жымиды. Бұл өмір оған сынақпен қатар үлкен сабыр мен жеңіс сыйлағанын білді.